Көптеген ата-аналар баланың тілі шықпаса, тек логопедке жүгіну керек деп ойлайды. Алайда қазіргі заманауи дефектология баланың сөйлеуін, оның дене қимылымен тікелей байланыстырады. Яғни бала дұрыс жүгіріп, секіріп немесе тепе-теңдік сақтай алмаса, оның миындағы сөйлеу орталықтары да кеш оянуы мүмкін. Бүгін біз осы тақырып бойынша мамандардан сұрап білетін боламыз. Адаптивті физикалық жаттығулар бұл жай ғана спорт емес. Бұл ми мен дененің үйлесімді жұмысы. Мамандардың айтуынша, ірі моторика дамымай, ұсақ моторика мен сөйлеу қабілетін қалыпқа келтіру қиын. Бала тепе-теңдікті сақтауды үйренгенде оның ми қыртыстары белсенді түрде дами бастайды. Сөйлеу орталығы мен қимыл қозғалысы орталығы мида көршілес орналасқан. Сондықтан баланы физикалық тұрғыдан шыңдау арқылы оның сөйлеуіне жол ашылады. Бұл ерекше балдарға арналған сала, реабилитация, оңалту саласы. Қазіргі таңда бізде Қазақстанда бүкіл өңірлерінде актуальный болып жатыр. Бұрынғыдай емес, жақсы дамыды, жақсы қарап жатыр. Именно реабилитация не деген нәрсені уже білетін мамалар, аналар. И бізде оңалту орталықта не жасалынады? Баланы келеміз, баланы обязательно осмотр істелінеді, реабилитолог дәрігер осмотр істелінеді, невропатолог осмотр жасалынады. Одан кейін ол баланың ағзасында қандай жетіспеушіліктер бар, ол қаралады. Одан кейін бізде арнайы мамандарға балада қандай жетіспеушіліктер болып жатыр, мысалы сөйлеу жағынан, жаңа айтқан логопед дефектолог керек па, оған тағы да АФК жаттығулары керек па қосымша, ол алынады. Одан кейін балаға тағы да массаж керек па, массаждың қай түрі керек, ЛФК жаттығулар керек па, ЛФК жаттығудың қай түрлері керек, одан кейін жалпы физиолечение керек па, физиолеченияның қай түрі керек екенін біз осы жерде отырып мамандар, мысалы мен реабилитолог маман, одан кейін невропатолог маман, бәрін анықтаймыз да балаға назначение береміз. Бағыт береміз мамандарға, и әрқайсы маман өз жұмысын жасайды. Адаптивті дене шынықтыру залынан шыққан бала бірден логопедтің кабинетіне бет алады. Денесі қызған, миы белсенді күйге енген бүлдіршінге дыбыстарды қабылдау әлдеқайда жеңіл соғады. Адаптивті дене шынықтыру маманы баланың денесін оятса, логопед сол энергияны сөйлеуге бағыттайды. Олар артикуляциялық гимнастика жасап, дыбыстарды қояды. Бұл командалық жұмыс. Сондықтан бұл екі мамандық бір-бірін толықтырып тұр. Жалпы логопед дефектология 2 жас, 3 жас, 4 жас бала аралығында ең нақты жаңа нелері ол көрсету арқылы, нұсқа арқылы, затты полностью айта алмай, ата-анасына сол арқылы түсіндіру. Сонда уже мамандарға көрсету керек. Бұлайша бұрынғы уақытта енді бұның әкесі кеш сөйлеген, кеш жүрген деген ондай қазіргі уақытқа ондай тура келмейді. Яғни осындай маман егерлеріне келіп, консультация алып, сол арқылы жұмыс жасап, тоқтатпау керек. Әрі қарай баланы дамыту керек. Массаж баланың сөйлеуіне қатысатын бұлшықеттердің жағдайын жақсартады. Тіл, ерін және бет бұлшықеттері дұрыс жұмыс істемесе, балаға дыбыстарды анық айту қиын болады. Массаж осы бұлшықеттерді реттеп, олардың икемділігін арттырады. Соның арқасында бала дыбыстарды дұрыс әрі жеңіл шығара бастайды. Сонымен қатар массаж қан айналымын жақсартады. Бұл миға оттегі мен пайдалы заттардың жақсы жетуіне көмектеседі. Нәтижесінде баланың зейіні, қабылдауы және жалпы жүйке жүйесінің жұмысы жақсарады. Негізі қараңыздар, баланың ай сайынғы даму деңгейлері болады. Баланың физикалық дамуы, психикалық дамуы болады. Ол уже бірінші туылған күннен бастап оны анықтауға болады. Мысалы, бала ай сайын қандай физикалық даму процестер болу керек. Бала бір айлығында уже бала сізді жақын анасын, әкесін танып, оған қарап жымию басталады, одан кейін уілдеу, өзене дейді ғой, сол процесс уже бір айынан бастап басталу керек. Бір ай, 2 ай.
аралықта мысалы басталу керек физикалық даму бойынша. Одан кейін бала уже 4 айына келгенде брррн деген сөздерді шығарып, дыбыстарды, анық дыбыстарды шығарып бастайды. Сосын бала 8-9 айға келген кезде екі буындап сөздерді қосу керек. Например, ба па деген сөздер басталу керек. Біз осы ай сайынғы баланың жаңағы психикалық, физикалық дамуын ескере отырып, осы сөйлеу процестері ай сайын келіп жатырмыз, соның бәрін тексеруіміз керек, қарауымыз керек, яғни бақылауымыз керек. Бұл аналарға ескерту, мысалы, балаңызда гудение бар ма жоқ па, уілдеу бар ма жоқ па, балаңыз қанша айда, мысалы, 3 айында әлі уілдемесе, балада дыбыс шықпаса, уже бұл аналарға ескерту. Адаптивті дене шынықтыру мен логопедтің жұмысы маған тікелей әсер етеді. Олар әртүрлі тәсілмен жұмыс істейді, бірақ екеуінің де мақсаты бір, менің нейрондық жүйемді дамыту. Менің балам бар, ол есімі Мұхаммед Али, қазіргі уақытта 9 айдан асты. Дәл қазіргі уақытта мен баламның диагнозы кішкене өзінің уақытынан кешеуілдік бар дамуында, моторлық дамуында. Соған байланысты дәл қазіргі уақытта біз Үміт доктордың клиникасында лечение алып жатырмыз, жалпы комплексный. Жалпы баламның даму кешігуін 3 айында білгенбіз. Массаж алып бастаған болатынмын, бірақ баламда андай тоже вирус, Эпштейн деген вирус біз положительный екенін білдік. Осы жаққа мен баламды 7 айында алып келдім. Сол кезде дәрігер айтты, жоқ, ол массажбен қатар лечение жасаймыз, бұйырса бәрі жақсы болады деп. Бұл жаққа келгенде 7 ай балам әлі еңбектемейтін еді. Тіпті жорғаламайтын, просто жата беретін еді. Ал қазір кішкене жорғалап жатыр, бірақ әлі еңбектеу процесі енді жүруде. Ал ата-аналарға берер кеңесім, олар өздерінің балаларына тиянақты түрде дамуына, әсіресе моторлық дамуына тиянақты түрде қарап, керекті мамандарға алып бару керек. Әрбір нүктеге жасалған массаж, сондай-ақ баланы дұрыс отырғызу, адаптивті жаттығулар, логопедтің көмегі баланың дұрыс жетілуіне, тілінің уақытылы шығуына көмектеседі. Демек, мәселе тек тілде емес, мәселе жүйелі дамуда. Егер балаңыздың сөйлеуінде іркіліс болса, мамандар тек логопедпен шектелмей, кешенді тексеруден өтуге кеңес береді. Түркістанда мұндай біріктірілген орталықтардың саны артып келеді. Бұл ата-аналар үшін де үлкен мүмкіндік.